24 шілде Күлгүнөстүн Назирке Нарат шейлауы күндегісінен ерек түрленіп, Іле Қазақ автономиялы облысы құрылғандығының 60 жылдығының құт мерейіне бөленді. Қазақ облысының 60 жылдық ақ таңымен қауышқан Іле Қазақ автономиялы облысына төте қарасты орындардың 5-ші кезекті ақындар айтысы, мәдениет саяхат мерекесі Іле топырағында өткен қазақтың тарихи тұлғаларын еске түсірген, салт сана дәстүр дәулетін ұлықтаған сахналық қойылыммен басталды. Күй мұрам қасиеттің нілі сіңген, жасаған жанды сурет күмісінмен. Киелі күмбір сазым көкірекке, даламның дамылдатар тынысын кең. Биікте сап түзеген самырсындар ырғалып, беткейде қызғалдағы тербелген тау етегіндегі киіз үй формдас сахнаны Әшім Дүңшіұлының әсем күйі күміс зермен үзіктеп, күйіні майда қоңыр самалға сіңіп, шар тарапқа тарады. Күй сарына міні ұлылар образын сомдаған көркем эпизодқа жалғанды. Астындағы алғоңыра домбыра дала төсінде ойқастап әшім келеді. Дәулескердің қыран көзі бағырыс қонған бүгінгі даласын қыдырып, көкірегін күй көрнеп сахнаға көтерілген тұста, дауылпаздай шар құрып шығандаған Таңжарық ақынның дауысы жетті құлаққа. Жердің ортасындай, егерде дені болса қолқасындай. Гүл ілені жырына сыйдырған тәкең астындағы сетік көгін әлмек-сәлмек бастырып, той думанға топ жігіт ертіп, осылай жетуші еді дейтін бұрынғылар. Енді міне ақынның ауылына тоғанақ жырдан шашу шашып, ақын ару Қойдым ауылының көші етті. Бұл ұзыннан ұзаққа созылған дала көшінің бір картинасы іспетті. Шаңырағымды көтерген түйелі көш, салт санамды сақтаған киелі көш, кең даламды шарлаған керуеніңнен кемімесін ұрпаққа тиер үлес. Құп жарасап көш көркі жыр бұлбұлмен, қара мынау қыздарға дүлдүл мінген. Ақын ана сен кеше сыңғыр күлген, жүрдің бөстіп сырласып кіл құрбыңмен. Төбелге төрт жеңген, Таңжарық аңсаған жарықтан еді мынау, облыс құрып отан құшағында бақытқа бөленген халықтың бүгінгі мерейі. Кер заманның кесірі, тағдырдың талқысы шідерленген жыр азауын талқының кезеңінен асырып, түрме халын кештіргенде көкірегіне қаншама ауыр шер байланды. Төңкершіл ақын, отты жырмен тас түрмені талқандап, туған жеріне оралғанда, күнес топырағындағы әр ұлт халқын түгелімен аңсап жырға қосқан еді. Адасқан ел жұртынан шерлі тәкең сәлемет, жеті жылдау келді айналып. Ендігі эпизод ақынды жете алмай кеткен арманы мен, көре алмай кеткен таңдары мен қауыштырып, жырынан сарқыт үлестірді. Кетіпті халық байып заманданып, қалмапты оқымаған наданға. Барлығын дұрыс айттың қайран тәке, отанның ұлылығы маған арнағай. Енді әзір орталық комитет Шинжаң қызмет мәжілісінде автономиялы райондық парткомның қызмет 8-ші кезекті 7-ші рет кеңейтілген мәжілісінде мынау идеология саласындағы қызметтерді өрістету жөнінде әсіресе әр ұлт халқының өзінің сүйіп тыңдайтын формасымен, әр ұлт халқының өзінің қабылдай алатын жолыменен жаңағы заман рухын, дәуір рухын жырлау. Сол арқылы бүтін халықты бүтін мына жоңқа мәдениетіне, жоңқа тарихына, ұлы отанға, жоңға шерекшелікке, социализм жолымен жүруге қарай жетелеу ортаға қойылып отыр. Ақындар айтысы біздің осындай бір халықтық бұқаралық сипатты тереңге бойлаған, ықпалы ерекше кең
осындай бір сипатты ақындар айтысы болу керек. Сондықтан осы барыста облыс парткомның, облыстық өкіметтің, әсіресе облыстағы басшы жолдастардың бізге қойған талабы осы жолғы ақындар айтысында тіпті халық жүрегінен табыла білу үшін қандай бір жолменен ақындар айтысын бастау керек деген мәселені ортаға қойды. Сондықтан біз жаңағы Таңжарық, Әшім, Қойдым сынды халқымыздың осы айтыс өнеріндегі және жаңағы күй өнеріндегі үлкен биіктегі білікті адамдардың уәкілін осы сахнаға алып келдік. Біздің сонау бұрынғы ата-бабамыздан тартып жаңағы халықты береке бірлікке шақыра білген, ынтымаққа шақыра білген, мәдениетке шақыра білген, халықты жаңағы дұрыс ағымға бастай білген, жақсы әдеп ибаға, ақылақ мұралға бастай білген. Жаңағы Таңжарық пен Қойдымның айтысы үлкен сөз шабысы дегенмен, ол айтыста да үлкен тарихи жаңағы халықты бастайтын, жетелейтін осындай үлкен қасиеттер жатыр. Сол кісілердің бұрынғы айтып өткен армандардың бүгін іске асқандығын жаңағы ұлылардың аузынан айтқыздық, бердік. Сонымен бірге ондай болса, ол бұл кісілердің де арманы осы халықты осындай бір бейбіт заманға, тыныш заманға, бақытты заманға жетелеу болатын. Осындай бір мәдениетті заманға жетелеу болатын. Халықтың көңілін ашу, көзін ашу болатын. Ал ондай болса, мінекей бүгін партияның ұлт саясаттың арқасында 60 жылдан бері облысымыз құрылғаннан бері қарай үлкен жаңа табыстар болды. Жер мен көктей парктар болды 60 жылдан бері қарай. Әйтсе осы парктарды жаңағы ұлылардың көзімен бір қараттық. Осылай Әшім ағасымен жүздескен Таңжарықтың таңғажайып өлеңі құйқылжытып салған Қойдым ақын жырына ұласа келіп, Әшімнің әсем күйімен ақырласты да. Іле Қазақ автономиялы облысы құрылғандығының 60 жылдық мерейіне сай өтіп жатқан аламан айтыстың ақтаңгерлері Тарбағатай, Алтай, Іледен келген ақын өнерпаздардың параттан өту салты басталды. Ерентау, Құлыстай мен Барқыт белден жүргіші жетті міні тартып керуен. Бердіқанның беренін жарқылдатып, Жамалқанның жырынан сарқыт жеген. Тасыған іле болып мол ұрысың, Маратпен Ақөзен ғой көрінісің. Елінен Тарбағатай үш бу сәлем, 60 жыл құтты болсын облысым. Ақыттан, Арғынбектен, Смағұлдан, ертістей екпін ерен жыра қылған. Келеді Өралтайдың ақындары Құрманбек жетілдірген құнанынан. Халқым ғой қашандағы табынарым, ел менің айтар сөзім бар ұраным, қара ормандай қазағым болмас егер, айтыстың шығарады тағынагым. Облыс 60 жылың құтты болсын, қайтайық қуаныштың салып әнін. Сәлемі Алтайдағы арда жұрттың, шалқар ел шайқалмасын шаңырағың. Ұшырған байтақ іле ізгалабы, келетін тоят тілеп құзда бабы, дарыған Таңжарықтың тағылымы, барады хан Тәңірдің мұзбалағы. Атымның алдалашпен танысқаны, бағыммен бақытымның қауышқаны, 60 жылдық мерейтой болады деп ат салдық ағайынға алыстағы. Тойға келіп тұрсың ба аман есен, аяулы алдалаштың арыстары. Тарихи тұлғаларды еске алып, ұлттық мәдениетімізді әр қырынан дәріптеген сахналық қойылым мен осы кезекті жыр доданың өкілі жүйріктеріне сүйінген жұрттың делебесін тіптен қоздырып, мінекей ұлтымыздың түрлі ат үсті ойындары да басталып кетті. Тұлпардың үстінде түрегеліп ту ұстап шапқан желтақым жігіттердің екпінінен кейін атқұмар арулардың қызғуардағы қимылы көрген жанды тіптен қызықтырып әкетті. Мынау көк лақты аспанға атқан көкжал жігіттердің ерлігі көңілдерді қалай желпіндірмесін. Табиғатпен егіз, тарихымыздан жалғасқан осындай бекзат өнеріміздің мерейі арта бергей.
Енді міне тұлпардың жал құйрығын жігеріне желкен, қайратына семсер еткен текестің текті жігіттерінің, отты жігіттерінің қас қыраннан аумаған екпініне қарай бер. Олардың ат үстіндегі хикметті қимылдарының қиындық дәрежесі халықаралық серік ойындарының ешқайсысынан кем соқпаса сірә. Ердің екі қасын торнекше тұтып, құйындай құйған ат үстінде арлы-берлі аударылу, ат үстінде тік тұрып шапқылау қатарлы өнерлері ауылда жетілдірген қанында бар қасиет емес пе? Жалпы тұлға жағынан барлығы бір-бірімен қабысқан, ұлттық мұрамыз, ұлттық мәдениетіміз, ұлттық салтымыз, ұлттық тұрмысымыз осы бір-бірімен қабысып, сақана мен сақараның бір-біріне селбесу арқылы, бір-бірін толықтау арқылы бұл халыққа паш етілді. Мысалы, көріп отырсыздар, біздің Нарат жайлауындағы көріністерді, өзіміздің сақарадағы көріністерді төл сол көріністің өзін біз сақананың артқы көріністер етіп талдадық. Сақанамыз әрі сақара, сақарамыз әрі сақана. Осы арқылы біздің көрермендер тұп-тура өзінің тұрмысында болып жатқан бейнені көз алдында сақарадан өзі бірге болып жатқан бейнеде осыған еліктеп, өзі бірге тұрып, бірге көріп, бірге ләззаттанып, бірге қуанып, ортақ қуанышқа бөледі. Әсерлі де көркемдігімен, тәртіпті де реттілігімен көзге түскен ақындар айтысының беташарынан ақ, айтысты ұйымдастырып отырған қатысты орындардың Іле Қазақ автономиялы облысының 60 жылдық торқалы тойына мығым дайындықпен кіріскендігін көруге болады. Мерейлі думан енді айтыстың басталу салтына ұласты. Басталу салтын Іле Қазақ автономиялы облысының орынбасар бастығы Мұқият Жармұхамедұлы басқарды. Күнес ауданының әкімі Толқын Дүйсенбайұлы қарсы алу сөзін сөйлеп, алыс жуықтан жиылған көрермендерге ыстық ықыласын білдірді. Іле Қазақ автономиялы облыстық парткомның орынбасар шужие, облыс бастығы Мәнен Зейнелұлы облыстың 60 жылдан бері жеткен жетістіктері мен алдағы мақсаттарын баяндап, ақындарды заманның жетістігін жырлап, қалың егінші малшы қауымның айызын қандырарлық жыр төгуге жібеді. Сонымен облыстық парткомның шужие Хуан Санпиннің жариялауымен Нарат жайлауын дүбірлеткен жыр дода әрмен қарай жалғаса берді. Бұлай қарасаң, осы жолғы ақындар айтысының ашылу салты сахнадағы бір композициялық құрылысы шымыр құрылған бір сахналық шығарма сияқты болды. Бұл ретке айтыс бұрынғы айтыстармен салыстырғанда бір қанша артықшылықтарға ие болды деп қараймын мен. Біріншіден, айтыстың өткізілген орны табиғат жағынан алған уақытысында аса тамаша өте көркем жерде болды. Көрермен жағынан алған уақытысында күнесті қазақ халқының саны ең мол. Өнен кейін мына малшылар осы тау баурайына келіп жайлаған. Бұл жерде малшы қауым көп. Оның үстіне Нара сақарасында мына саяқат болғандықтан саяқат районына келген еліміздің жер-жерінен келген қонақтар мол. Сондықтан бірінші менің айтарым осы ретке айтыстың көрермені недәуір мол болды. Көрермен халық шоғырланып жиылып отырғанда мына сахнаның артқы көрінісі өте тамаша. Қарасаңыздар, анау таудың артында тау бар, қарағайдың артында қарағай бар, қарағайлы шоқылардың үстінде тігіліп тұрған ақбоз үй бар, ал төңірегінің бәрі қаптаған қалың ақбоз үй. Сақара әрі сақара сияқты, әрі сақана сияқты. Бұл бір ерекшелік болса, екінші бір ерекшелігі осы сақананың артқы көрінісіне қазақтың кигіз үйі тігіліп, оның баурайындағы беткейге малшылар қой жайып, оның теріскей жағында үйір-үйір жылқы кісінеп, ойнақ салып жүрсе, ал енді сақананың арт жағындағы жыра жылғалардан, сай-саладан тойға келе жатқан аттылы жаяуды, үлкенді кішілі, балалы сағалы адамдар қаптап құйылып жатқан. Мұның өзі мына көрермен қауымға, өнен кейін мына айтыс болып жатқан майданға өте бір тамаша пер жаздық сурет болып көрінді.
Күнес сахарасында күн астындағы күнікейдей түрленген нарат жайлауының аспанында ән қалықтап, көк алында күй кешкен керімсал күндері жұрт жүрегіне жыр болып жатталды. Облысымыздың 60 жылдық айтыс тойына арналып, 60 сифыры формасында тігілген ақбоз үйлердің шаңырағынан шашылған жыр шашу, уығына ұялаған қасиет, басқұрын арқаулаған дәстүрмен қабысып, жусанның жұпары аңқыған мәдениетімізбен марқайдық. Үйсіндер ордасын тіккен ата қоныста күнбей көңілмен шаттандық. Айтыс деп аңқасы кепкен жұрт, бір дөңнің үстінде ақындардың ақжарма жырын тыңдап еміренсе, енді бір белесте құландай қылпыған жүйріктердің шабысын көріп тебіренді. Кешегі үйсіндердің үйір-үйір жылқысы мен жон арқасы қызып жататын дала, енді бүгін бейжіңгердің ізін басқан сәйгүліктердің шабысымен құрысын жазды. Аулыңның аты озып, балбаны шыққанда бөркін аспанға ататын халқының қуанышымен бірге болған торқалы тойдан бөлек қандай бақыт бар мынау жалпақ жаһанда. Бәйге, қызғуар, жорға, көкпар, көкбұқа қатарлы ұлттық ойындар қызып, айтыстың аламаны түркіреген сахара сайраны ата мәдениетіміздің алуан түрімен толысып, керім өлке кешегі келбетіне оралғандай түрленді. Айтысқа тігілген ақ ордалардың сән салтанаты әшекейлі бау шуымен ғана емес, сақталған құнды мұралармен қоса бағаланып, дәстүріміздің мәйегі дәріптелді. Шөп көрке балағаннан итарқа, қос, абылайша болып, еңселі Ағордаға дейін дамыған кигіз үй мәдениетімізге қоса, қазақтың ас су мәдениеті айрым тақырып болып, алыс жуықтан келген саяхатшыларға таныстырылды. Әсіресе мұнау 300 литрлік алып самаурынның маңында өтіп жатқан қазақтың шай мәдениетін таныстырған қимылдың көлемі де, мазмұны да мұндай думанда бұрын соңды болып көрмеген жаңалық болып, тамам жұртты тамсандырды. Біз әзір көптеген адамдардың, басым көп санды адамдардың білетін тек қана сүт шайды ғана білеміз. Ал енді ол сүт шайымызды ден басқа халық арасында неше түрлі, анау атам заманында бір неше түрлі шайды жасаған. Мысалы, желік шай, қақ шай, тары шай, талқан шай, өң шай деген сияқты. Біз осыған анау адам жауаптандырып, осыны зерттеп, әзіргеден 20 неше түрлі түрін алып шығып, осы ретке қимылда бір алып самаурын жасату арқылы осы жасаттық, оны Гиннес Шанхай Гиннес рекордына жолдадық. Одан тыс осы халық арасындағы неше түрлі ұқсамаған, алды 200-300 жыл болған осындай үлкен самаурындарды жинап әкелу арқылы осы жаңағы зерттеп шыққан 20 неше түрлі чайдың 10 неше түрін жасап, нақ майданда сол халыққа келген мына көрерменге келген тыңдарманға дамытатқыздық. Біздің берген қызымыз сен болған соң, дәу қызын қайдан берсін іле маған Айтыс сахнасы әр қиырдан сайланып жеткен сөз сүлейлеріне бұйырғанда, ақындардың ақ маржан жыр төгуін күтіп тұрғандай-ақ, аспан да ақ нөсерін қойды да кетті. Құйып тұрған жаңбырға малшынып, өлең сөзді ұйып тыңдаған халыққа қарап, қара өлеңнің қадірі аспанда, ақындардың абыройының асқарда екенін айтпай білесің. Ендігі 2 күн шіліңгір шілденің аптабы қақтаса да, өлең деп елеңдеп жиылған жұрт жыр кәусарымен шөлін қандырды. Қаумалаған халықтың көңілінен шығуға құлшынған өлең сөздің көк перілері жүйелі айтыс жасап, талай-талай қоламталы ойларды қоздатты. Тықыршып тұрған саңлақтар өрге салса төс көзді,
ертеден салса кешке озды. Ақындар жұрт арасында белең берген пасық әдеттер мен жасы қылықтарды қандауыр тіл мен шабақтаумен бірге елдің 60 жылда қолға келтірген толағай табыстарына сүйініп, халықтың қайсарлығы мен талантын жырлады. Енді бұл ретке 5-ші кезекті мынау облысқа төте қарасылы орындардың айтысы болатын. Облысымыз құрылғандығының 60 жылдық байланысыменен бұл 3 аймақ негізетіп өткізілді. 3 аймақтан жалпы 50 ақын келді. 25 жұп ақын айтысқа түсті. Жалпы бұл жолдың айтыстың өзі өте берекелі, бірлікті, сондай бір тамаша айтыс болды. Енді ақындардан байқағанымыз, ақындарымыз жас болса да, осы 60 жылда 10-нан бөліп отырып, мысалы, 6 буынға бөліп, 10 жылдан сапырып өлең айтты. Алдың 10 жылда не болған азаттық кезде, мысалы, қазіргі 10 жылдық қалай болып отыр осы мәселелер жөнінде. Өлеңге қозғалған үлкен тақырып қазіргі мынау мемлекетіміз жүргізіп отырған Лушан тәрбиесі. Әсіресе жемқорлыққа қарсы тұру, парақорлыққа қарсы тұру, осы тақырыптар үстінде өте керемет ойып отырып айтты ақындарымыз. Өзіміздің елді ұмыта бастаған, жоғалтып бара жатқан мәдениеттеріміз осы жөнінде де керемет жақсы өлеңдер айтылды. Айтыстың ерекшелігі де өресі де өте жоғары деп қараймын мен. Біз анау 2012 жыл Текестің Қаражон жайлауында осы реткі ақындар айтысының міндетін өткізіп алғаннан кейін содан бастап аудандық партком үкімет төтенше мән беріп, арнаулы осыған қатысты түрлі жұмыстарды, басшылық группасын құрып қатысып жұмыстарды орналастырған. Енді содан бері қарай біз осы ақындар айтысын жобалап, жоспарлап, тек қана айтыс емес, осы айтысқа арқау ете отырып көптеген желдес қимылдарды алып барып, осы реткі айтыс арқылы біздің осы жердің мәдениетін дамытып, мына наратты және өзіміздің осы мәйекті мәдениетімізді әлемге әйгілесек деген үлкен мақсатпенен түрлі желілес қимылдарды өткіздік. Мысалы алып айтатын болсақ, біз осы реткі ақындар айтысына бірлестіре отырып 9 түрлі желілес қимыл алып бардық. Мысалы, біріншісі мына тұңғыш реткі қазақ чай мәдениеті мерекесі. Өнен кейін қазақ үй мәдениет көргізбесі. Қазақ ат абзалдерін нақ майданда көрсету көргізбесі. Өнен кейін ас су тағам мәдениеті, қолөнер бәсекесі, кигіз үй бағалау сияқты осы сияқты желілес қимылдарды өткізіп отырмыз. Енді осы қимылдарды өткізудегі мақсатта осы реткі ақындар айтысының салтанатын асыру, мына күнге күйіп, суыққа тоңып, осы айтыс деп жан-жақтан құйылып келіп жатқан қарауындай халықтың осы өнерге деген мына рухани қажетін қандырып, сусынын қандырып, оларға бір мол рухани байлық сыйласақ деген үлкен мына мақсатпенен, осындай идеяменен осы желілес қимылдарды өткізіп отырмыз. Ал енді осы реткі қимылда жүйеде мына облыстық партком өкімет, аудандық партком өкіметтегі негізгі басшылар төтенше мән беріп, сол кісілердің қолдауында қылаяғы мына ортаның осы ақындар айтысы өткізіліп отырған орынды талдауда да облыстың басшылары, аудан басшылары неше қайтара нақ майданға келіп көру арқылы тұрақтандырып отырды. Ал енді басқа да қимылдардың барлығын нақтылы жобасына арнаулы адам жауаптандырып, осы желілес қимыл қылып өткізіп отырмыз. Сондай айтарлықтай болды деп ойлаймын. Осы реткі қимылдың мына халықтың қажетінен шығып, халықтың рухани өмірін байытып, осы арқылы, осы айтыс арқылы партия өкіметтің жақсы саясатын, әзіргі баянды өмір, баяшатты тұрмысымызды жырлап, шұғылалы өмірімізді жырлап бір адамдарға тіпті де бір рухани тамаша бір байлық бағыштаса деген мақсатпенен өткізіп отырмыз. Ұлттық мәдениетімізді сан қырынан әйгілеп, салтанатты санатына жарасқан Іле Қазақ автономиялы облысына төте қарасты орындардың 5-ші кезекті ақындар айтысы, мәдениет саяхат мерекесі жүлделі жүйріктерін марапаттап, тамаша табыспен ақырласты. Бағы мен бабы қатар шапқан ақындардың ішінде Қанатбек, Зура, Ерлан, Нағмандар қанатты ой өткір тілімен бас жүлдеге ие болды. Соңында қатысты басшылардың басқаруымен айтыстың ақ жалауы Көйтің қаласына табыс етіліп, жиылған жұрт осынау аламанның түбіріне деген қимас көңілмен тарқады.